Саламатсыздар ма? Мен сіздерге бүгін Фабилик компаниясының 2 каталог бойы берген 50% купонын қалай қолданамыз соны көрсететін боламын. Дәл қазір мен бір кісінің кабинетінде тұрмын, және де корзинасына заттар теріп дайындап қойдым. Осы жерден енді сіздер қалай купонды қолданасыздар. Мына жерден мысалға мен заказ корзинаның бірінші бетінде тұрмын да дәл қазір. Енді сол корзинаның бірінші бетінен мен продолжить оформление заказа деп екінші бетке өтемін. Өйткені ол акциялардың қатарында тұрады, купоны карты деп. Міне персональный акции, осының қатарында міне купоны карты деп тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Осының ішіне кіресіздер. Үстінен басып кіресіздер. Бұл жерде осы категориялар көрсетіп қойған ғой, қандай заттар алуға болатынын. Сол заттардың списогін уже бұл жерге енгізіп қойған. Мен бүкіл спискті бұл жерде қарап жатпаймын. Қазір нақты 1-2 затты қосып көрсетемін. Жаңа осының алдында мен бір затты қосып көрдім. Енді тағы да бір затты қосып көрсетейін. Мысалға бір парфюмді көрсетейін, 3308. Керекті осы купонмен не алайын деп жатсыздар, соның сол заттың кодын нақты біліп ше, каталогтен қарап, кодын теріп бірден заказдарыңызға қосқан дұрыс та. Бүкіл спискті қарап жатпай, өздеріңізде де уақыт болмайтын шығар. Міне осы купонның жаңа купоны карты деген жердегі спискінің ең астың жағында немесе ең үстің жағында выбрать деген қара кнопка болады. Яғни купон бойынша терген затыңызды осылай выбрать деп басу арқылы сіздер заказдарыңызға қосасыздар. Осы выбраттан кейін акциялардың аст жағында және де заказдардың үстінде міне екі ортада, міне заказ астында үстінде акциялар тұр. Осы екі ортада применить изменение деген тұр. Осы купонмен алған затыңыз болсын, распродажаның ішінен алған затыңыз болсын, акциямен алған затыңыз болсын, осы беттен алған заттарыңыз корзинаңызға келіп түсу үшін міндетті түрде применить изменение дегенді басу керек. Егер осы беттен таңдаған заттарыңыз бар болса, соны басқан кезде барып менің заказыма қосылдым, не забудьте использовать, мне жаңа туалетныйды қостым ғой. Оның алдында қосқаным міне краска. Осы екі затты қостым. Бұл кісіде 2 купон бар екен, сол себептен 2 купонды қолдану мүмкіндігі бар. 2 затты алып тұрмын. Осылайша заказдың аст жағында продолжить оформление заказа деп тағы басасыздар. Және де ең соңғысында утвердить деген тұрады. Соны басқан кезде заказдарыңыз кетеді. Мен бұл яғни сіздерге телефонның ішінен Chrome деген Google болсын, қандай браузер бар, сол сайт арқылы қосуды көрсетіп тұрмын. Приложениеде де то же самое, екінші беттен акциялардың қатарында тұрады жаңағы купон карта, сол жерден теріп заказдарыңызға қосатын боласыздар. Енді жоғары жақта оң жақта адамның бейнесін басатын болсам, осы жерде купоны карта деген тұр, міне функциялардың ішінде купоны карта деп тұр. Осы жерден көруге болады менде неше купон бар екені және де нешеу қолданғаны. Мен қазір екеуін теріп қойдым, бірақ использование деген жерде менде 0 штук тұр. Не үшін? Себебі мен заказды әлі утвердить еткен жоқпын, қолданбаған есебі болып тұр да. Мен утвердить етсем, бұл жерде использование деп көрсетіп тұрады. Сол көрсеңіздер болады. Енді мысалы сіздерде болады ғой, 20 штук купон болуы мүмкін. 20 купондарыңыздың нешеуін қолданыңыздар, нешеуі қалды, соны көру үшін сол функцияның ішінде купоны карта деген жерге барып көрсеңіздер болады. Неке осылайша заказдарыңызды жібересіздер. Жақсы сау болыңыздар.